Қарға мен түлкі. Орман ішінде бір түлкі жем іздеп жортып келе жатты. Ол бір ағаштың түбіне жете бергенде, мұрнына әлдеқандай жағымды иіс бұрқ ете қалды. Ол мұның ірімшіктің иісі екенін сезе қойды. Жан-жағына қарағыштап еді, еш нәрсе байқалмады. Ол мойнын созып, ағаш басына қарап еді. Аузында тістеген ірімшігі бар. Бір қарға ағаш бұтағында мардымсып отыр екен. Іште есеп жасаған түлкі қарғаға қарап: «Амансыз ба, қарғеке?» деді сәлем беріп. Қарға деп мыңқ етті де үндеген жоқ. Түлкі ары қарай сөйлей жөнелді. «Қарғеке, сіздің қауырсыныңыз қандай әдемі? Қап-қара, жып-жылтыр. Құстардың ішінде сұлулықта сізге жетері жоқ қой. Тіпті бар ғой, сіздің саңғырығыңызды да анау бәріміздің жауымыз адамзат та әтуірлеп қысыла қалса, біздің де қолымызға қарға тышар деп жатады. Онысы ұрыс келер деген екен. Міне білдіңіз бе, менің де қолыма бір саңғырып жібересіз бе, Қанеки?» Қарға тағы да деді де үн қатқан жоқ. Қу түлкі енді даусын жаңағыдан қаттырақ шығарып: «Қарғеке, қарғеке, сіздің даусыңыз қандай әдемі еді. Ормандағы құс біткен сізше сайрай алмайды. Көптен бері сіздің даусыңызды естімей сағынып қалдық. Бір ән салып жіберіңізші?» деді құйрығын бұлаңдатып. Бағанадан бергі мақтауларға ләм демеген қарғаның кеудесі осы кезде қуаныштан тасып кетіп еді. Ол ән шырқамақ болып, аузын ашып, қарқ-қарқ етті. Ірімшік жерге салп етті. Қу түлкінің де күткені осы еді. Жерге түскен ірімшікті қағып алып, алды-артына қарамай зытып берді.